Сәлеметсіздер ме әріптестер? Қазір сіздерге олимпиадаға қалай тіркелу керек екенін көрсетіп кетемін. Ең алдымен өздеріңізде Каспий номерлеріңізде ақша 5000 теңге болу керек және картаңыздың номері керек. Халықаралық педагогика академиясы. Не астында оплатить деген тұр, сол жерге басасыз. Неге осындай терезе ашылады. 5000 теңге деген астында почтаңызды жазасыз. Почтаңызды. Сосын астында картаңыздың 16 номерін жазасыз. Қай уақытқа дейін жарамды. Астындағын бассаңыздар, төмен жағында аты жөндеріңіз ағылшынша тұрады. Соны басасыздар. Сосын оплатить деген басасыздар. Подтвердить. Код келеді екен, код келеді екен. 97 92 28. 92 97 28. Подтвердить. Ақшаңыз алынды. Олимпиада қорытындысы бойынша апелляция жоқ. Апелляция болмайды екен. Мына жерге бірінші аты жөніңді қатесіз жазамыз әріптестер, өйткені осы бойынша бізге сертификат, дипломдар келеді. Енді қала облысты сұрап тұр. Жетісу облысы. Почтаңызды сұрайды. Телефон номеріңізді, тарих, немесе Қазақстан тарих дейікші. Қазақстан тарихы. Координатордың аты жөнін жазамыз. Координатордың аты жөні Байбосыновна Эльмира Алимжановна. Начать деген басамыз. 60 минут беріледі екен. 40 сұрақ. Құрметті әріптестер, 40 сұраққа жауап берген соң өздеріңіздің алған балдарыңыз көрсетіледі. 38-40 сұраққа дұрыс жауап берген жағдайда бірінші орын дипломына ие боласыз. 34-37 сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, екінші орын дипломға ие боласыз. 30-33 сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, онда үшінші орын. Ал барлық қатысушыларға сертификат беріледі. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Құрметті әріптестер, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.